1984 жылы Джеймс Кэмеронның «Терминатор» фильмі экрандарға шықты. Кеңес одағында фильм кинотеатрларда көрсетілген жоқ, бірақ 1980 жылдардың ортасында видеосалондар мен видеопрокат арқылы кеңесті көрермендерге жетті. Барлығы 1981 жылы Римде Джеймс Кэмерон «Пиранья 2» ұшатын өлтірушілер фильмінің түсірілімін аяқтағаннан кейін қызба ауруына шалдықты. Бұл күйде ол алғаш рет қызыл көздері бар қорқынышты робот бейнесін көрді. Қызықтысы, фильмнің идеясы «Ішінара сумеречная зона» сериалындағы солдат эпизодынан алынған. Сценаристі фантаст жазушы Харлан Эллисон кейін бірнеше жыл өткен соң, Эллисон авторлық құқық бұзушылық туралы шағым жасап, кинокомпания Orient Pictures оған өтемақы төледі және финалдық титрлерге алғы сөздерін қосты. Фильмнің сценарийі 1982 жылы Джеймс Кэмерон мен досы Уильям Уишермен жазылды. Қаржыландыру табу қиын болды, ірі студиялар жобаны қабылдаудан бас тартты. Ақырында сценарий символикалық бағамен $1 жас продюсер Гейл Энн Хиртке сатылды. Ол болашақта Кэмеронның екінші әйелі болды. Олар сценарийді бірге өңдеп, өндіріс үшін $6,400,000 алды. Америкалық кино үшін бұл қаражат скромды болды, бірақ Кэмеронның мақсаты айқын еді. Қызықты факт, бастапқыда Терминатор рөліне О.Дж. Симпсон қарастырылды, бірақ продюсерлер оның рөліне сенбеді. Майкл Дуглас пен Том Селекте рөлге таласты, бірақ соңғысы Магнум И сериалында бұрынғы келісім шарттарынан туындаған қиындықтар себепті осы рөлді алмады. Соның нәтижесінде Терминатор рөлі Арнольд Шварценеггерге берілді, ал Ленс Хенигсен Терминатордың рөлін ойнау орнына детектив Вуковичтің рөлін алды. Арнольд Шварценеггер рөлге дайындалуды түсірілім басталғанға дейін 1 ай бұрын бастады. Оның робот бейнесі акула қозғалыстарынан шабыт алды, баяу және дәл көз қозғалысына сәйкес бас бұрылысымен. Шварценеггер сондай қарумен жұмыс істеу дағдыларын меңгерді, экранда табиғи көріну үшін. Сара Коннор рөліне көптеген актрисалар қарастырылды, оның ішінде Бриджит Фонда мен Дженнифер Джейсон Ли бар, бірақ басты рөлді Линда Хэмилтон ойнады. Кайла Риз рөлімен байланысты ең үлкен дау туындады. Фильмде британдық әнші Стингті көргісі келді, бірақ ол Дюна фильмінде рөлде болғандықтан бас тартты. Брюс Спрингстин, Курт Рассел, Томми Ли Джонс, Микки Рурк, Мел Гибсон секілді тұлғалар да қарастырылды, бірақ рөл Майкл Бинге берілді. Негізгі түсірілім 1984 жылдың наурызынан маусымына дейін өтті. Шектеулі бюджет себепті көптеген сахналар алынып тасталды, соның ішінде тамның ретінде трансформацияланатын робот идеясы. Кейбір сахналар баяндау қарқынын бәсеңдетпеу үшін өшірілді, сиквел үшін идеялар қалдырылды. Кэмерон түсірілім алаңында өте тәртіпті және талапшыл болды, әрбір әрекетті дәлдікпен бақылап отырды. Мысалы, Терминатордың қозғалыстарын имитациялайтын қуыршақтар покадрово түсірілді, және осы әдіс арқылы тірі робот эффектісі жасалды. I'll be back, мен қайтамын фразасы Арнольд Шварценеггердің жеке визиткасына айналды. Оның сценарийде Welcome back, қайтып оралдыңыз ретінде жазылғаны қызық. Бұл фраза кино әлемінде танымал болып, 11 фильмінде және көптеген қоғамдық сөз сөйлеулерінде қолданылды. Фильмнің музыкасы Брэд Фиделмен жазылды, және оның музыкалық тақырыбы барлық келесі фильмдер үшін негіз болды. Ақырында Терминатор алғашқыда жасөспірімдерге арналған категориялы фильм ретінде көрінді, бірақ кейін мәдени феноменге айналды. 1990 жылдардың басында шыққан Терминатор 2 сот күні фильмінің жалғасы алғашқы бөлімнен де жақсы шықты. Жаңа компьютерлік технологиялардың тіршеуі болды және үлкен бюджетпен жасалды. Бүгінге осымен тәмам. Арнамызға жазылыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыз және лайк басыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет және келесі кездескенше.